Саламатсыздар ма? Мен Сәулебаева Гүлбаршын Қосқалиқызы, Нұрлыхан Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің химия пәні оқытушысы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алкендер. Алкендер молекула құрамында бір қос байланысы бар, жалпы формуласы CnH2n болатын қанықпаған көмірсутектер. Бұлардың қанықпаған болу себебі екі сутегі атомы жетіспейді. Яғни көміртектің валенттілігін сақтау үшін екі сутегі атомы жетіспейді. Яғни алкандарда CnH2n плюс 2 болса, бұда CnH2n өзі. Ал енді бұл жерде екі сутегі жетіспегендіктен алкендердің гомологтық қатарын этиленнен басталады. Жалпы CnH2n формуласына қоятын болсақ, C2H4 этен, C3H6 пропен, C4H8 бутен, C5H10 пентен, C6H12 гексен. Бұл жерде гомологтық қатар ары қарата жалғаса береді. Гомологтар деген ұқсас құрылымы, қасиеттер ұқсас, бірақ CH2 топтарымен ерекшеленетін көмірсутектер қатары. Алкендерде бұл қатар ары қарата осы формула арқылы жалғаса береді. Енді алкендердің алғашқы өкілі этиленмен, бұның құрамындағы қос байланыстың құрылымымен танысатын болсақ, әрбір көміртек атомы екі сутек атомымен және көршілес көміртек атомымен байланысады. Бұл жерде этилендегі қос байланыс болғандықтан арасындағы көміртектің арасындағы қашықтық алкандағы көмірсутектің арасындағы қашықтыққа қарағанда аз болады. Яғни ұзындығы қысқа болады. Ал енді бұлардың арасындағы бұрышта айырмашылығы болады. Енді бұның арасындағы көміртектің этилендегі көміртектің арасындағы қос байланыс болғандықтан олардың алкандармен салыстырған кезде байланыс әлсіз болады. Енді бұл жердегі көміртекте қос байланыстың әсеріне пи байланыс пен сигма байланыс қатар болады. Пи байланыс сигма байланыстан әлсіздеу болады. Енді гибридтенуіне келетін болса, көміртектің гибридтенуі алкендерде қос байланыс әсерінен sp2 гибридтенуі жүреді. Оны толығырақ түсінетін болсақ, мына жерде өздеріңіз көріп отырғандағыдай қалыпты күйі, яғни негізгі күй. Бұл жерде сыртқы қабаттағы s электронның біреуі бос тұрған яшық, яғни p яшыққа келіп түсіп кетеді. Бұл жерде бір s электрон және екі p электрон sp2 гибридтенуі жүреді. Бұл алкендердің барлығына тең. Алкендердің номенклатурасының негізгі қадамдарына келетін болсақ, ең бірінші біз ұзын тізбекті таңдап аламыз. Тізбекті таңдаған кезде қос байланысы тізбегі бар таңдаймыз. Қос байланыс екінші, қос байланыс қай жақтан басталады, солдан бастап номер қоямыз. Яғни қос байланыс ең соңғы саны 6-ға келгендіктен 6-шы қатарда тұрған гексан. Яғни гександы бұл жерде қос байланыс болғандықтан ан жұрнағымен алмастырып, яғни ен жұрнағына қоямыз, ан жұрнағының орнына. Енді қос байланыстың орнын көрсету үшін бірінші көміртектен кейін қос байланыс болғандықтан гексен 1 деп қос байланыстың орнын көрсетеміз. Енді номерленбей қалған тізбектегі бөлік, яғни CH3. Бұл жерде CH3 метил радикалы болып есептелінеді, яғни метил радикалы екінші көміртекке келіп жалғанғандықтан бұл заттың аты 2 метил гексен 1 болып аталады. Сонымен біз бұл заттың атауын атадық. Келесі алкендердің изомерленуіне келетін болсақ, изомерленудің мынандай түрлері бар. Бірінші мына жерде құрылымдық изомерия, яғни құрылыс қаңқасына байланысты пенттен 1 және 2 метил бутен 1 құрамдары бірдейде, бірақ құрылысы әртүрлі. Изомерленудің бұл бірінші түрі. Келесі изомерленудің екінші түрі қос байланыстың орнына байланысты. Біріншіде қос байланыс бірінші көміртектен кейін, екіншіде екінші көміртектен кейін орналасып тұр. Енді келесі изомерленудің келесі түрі кеңістіктік изомерия. Бұны бутен 2 мысалынан біз көруге болады. Бутен 2 бұл жазық бетті, яғни көміртек айналымы ары қарата қозғалыс болмайтын болғандықтан, бұл жерде тек қана екі түрлі молекула көруге болады. Алкендердің химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, бұл жерде алкендер қанықпаған көмірсутектер болғандықтан
қосып алу реакциясына тән, яғни сутекті қосып алып гидерленіп алкан түзіледі, екі метил протеині. Енді алкендер қанықпаған көмірсутектер пропиленнің, яғни бромсутекпен қосылуының реакциясын көрсететін болса, бұл жерде симметриялы этенмен салыстырғанда пропилен симметриялы емес болғандықтан молекула, яғни екі түрлі жағдайда реакцияға түседі. Бірінші жағдайда бромсутек молекуласы пропиленге қосылған кезде, яғни көміртекті сутек саны азға бром қосылады да, сутек көбіне сутек қосылады. Ал екінші жағдайда сыртқы көміртекте сутегі санына бром қосылады да, екінші сутегі азына сутек қосылады. Бұл екі жағдайды бір-бірімен салыстырып қарайтын болса, екіншілік катион, яғни бірінші жағдайда ол тұрақты өтеді, ал екінші жағдайда тұрақты емес. Бірінші жағдайдағы түзілген екі негізгі өнім, бұл екі бром пропан, яғни тұрақты жағдайда көбірек түзіледі, ал бір бром пропан аз түзіледі. Сондықтан Марковников ережесі бірінші жағдайға сәйкес келеді. Енді галогендердің алкендермен реакцияласуын қарайтын болсақ, соның ішінде бромның реакциясы этиленмен реакциясын алатын болсақ, бұл да қосып алу реакциясына бейім, қос байланысты үсіп, кәдімгі бөлме температурасындай бейбром этан алынады. Енді этеннің сумен қосылу, яғни гидратациялануы реакциясында келетін болсақ, бұл жерде сумен қосылып, этилен молекуласы, яғни этанолға алынады. Алкендердің енді алынуына тоқталатын болсақ, бұл жерде ең бірінші спирттен, этанол спирттен біз этиленді алып және суды бөліп алдық. Бұны дегидратация реакциясы деп атайды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды.